Stop to buy bread from the supermarket. Stop buying bread from the supermarket. Осы екі сөйлем бір мағынаны береді ме? Жоқ. Неге екенін осы сабақта сізге көрсетемін. Егер бір етістікті герундимен қолдансақ, ол басқа мағына, ал инфинитивпен қолдансақ, ол басқа бір мағынаны береді. Енді герунди дегеніміз не? Герунди ол етістікке ұқсайды, бірақ іс жүзінде ол зат есім. Герунди етістіктің түбіріне ing қосылуы арқылы жасалады. Мысалы, listen плюс in. Listening to music helps me relax. Музыканы тыңдау маған демалуға көмектеседі. Ал инфинитив ол етістіктің бастапқы формасы. Ағылшын тілінде инфинитивтің екі түрі бар. Біріншісі ол to infinitive. Яғни to плюс етістік. Мысалы, to listen. I prefer not to listen to music when I'm working. Мен жұмыс жасап жатқан кезімде музыка тыңдауды жөн көрмеймін. Ал инфинитивтің екінші түрі бұл етістіктің базалық формасы, яғни to-сіз қолданылады. Zero infinitive деп атаймыз. Мысалы, please listen carefully to my instructions. Менің инструкциямды мұқият тыңда. Осы видеода инфинитивтің бірінші түріне біз аса назар аударамыз, яғни to инфинитивке. Ағылшын тілінде кейбір етістіктер инфинитивпен немесе герундимен қолданылған кезде мағыналарын мүлде өзгертеді. Енді осы видеодағы алғаш қойылған сұраққа оралайық. Stop buying bread және stop to buy bread. Осы екеуінің қандай айырмашылықтары бар? Егер stop етістігі герундимен бірге қолданылып тұрса, онда ол сол әрекетті жасауды тоқтатуды білдіреді. Біздің мысалымызда stop buying bread from the supermarket. Супермаркеттен нан алуды тоқтат дегенді білдіріп тұр. Яғни, ендігәрі супермаркеттен нан алушы болма дегенді білдіреді. Сондықтан осы форманы белгілі бір жаман дағды немесе құмарлыққа қатысты қолдануға болады. Мысалы, stop smoking cigarettes, it's bad for your health. Темекі шегуді доғар, ол сенің денсаулығына зиян. I wish you would stop biting your nails, it's gross. Сен өзінің тырнақтарын тістеуді доғаруыңды қалаймын, ол жиіркенішті ғой. Енді инфинитивке келетін болсақ, егер stopты to infinitive сөзімен бірге қолдансақ, бұл келесіні білдіреді. Белгілі бір әрекетті басқа әрекетті жасай тұру үшін тоқтата тұру. Stop to buy bread from the supermarket. Супермаркеттен нан алу үшін тоқтау. Яғни сіз жүріп баратқан жеріңізден супермаркеттен нан алу үшін тоқтадыңыз, алдыңыз, сосын сол ары қарай жүруіңізді жалғастырдыңыз. Келесі мысалдарға тоқталайық. I worked all day. I didn't even stop to eat lunch. Мен күні бойы жұмыс жасадым, тіпті тамақ ішуге үзіліс жасаған жоқпын. Осы мысалдардан етістіктің герундимен немесе инфинитивпен қолданылған жағдайда әртүрлі мағына бергенін көруге болады. Енді барлық етістіктерде сондай жағдай болады ма? Бұл сұрақтың жауабы жоқ. Кейбір етістіктер қандай жағдайда болмасын өзінің мағынасын сақтап қалады. Бірінші сөз ол start, бастау. We start eating dinner at 7. We start to eat dinner at 7. Екеуінің де мағынасы бір. Яғни, біз түскі ас ішуді сағат кешкі 7-де бастаймыз. Келесі ағылшын тілінде жиі кездесетін етістіктерге тоқталайық. Біріншісі forget. Егер forget герундимен қолданылса, бұл өткен естеліктерге шолу дегенді білдіреді. Мысалы, I'll never forget watching my first horror movie. I was so scared that I couldn't sleep for weeks. Мен өзімнің ең бірінші қорқынышты фильмді көргенді ешқашан ұмытпаймын. Себебі мен өте қатты қорықтым, тіпті апта бойы ұйықтай алмадым.
Ал егер forget to инфинитивпен қолданылса, ол біреуге бір нәрсе туралы еске салуды білдіреді. Мысалы, don't forget to watch the news tonight. Бүгін жаңалықтарды қарауды ұмытып кетпе. Don't forget to bring your tickets, otherwise they won't let you into the show. Билеттеріңді алып келуді ұмытпа, онсыз шоуға кіргізбеуі мүмкін. Келесі сөз remember. Еске сақтау. Егер remember герундимен қолданылса, бұл естелік туралы айтуды білдіреді. Do you remember dancing with me on our first date? Біздің бірінші кездесуіміздегі билегеніміз есіңде ме? Ал remember to инфинитивпен қолданылса, онда бұл біреуге бір нәрсе істеу туралы еске салдыру, ұмыттырмауды білдіреді. Remember to take lots of pictures on your trip. Саяхаттаған кезде көп сурет түсіруді ұмытпа. Келесі сөз regret. Өкіну. Егер бұл сөз герундимен бірге қолданылса, онда бұл бұрын жасаған әрекетіңіз туралы өкінгеніңіз жайлы айтуды білдіреді. Мысалы, he regretted yelling at her as soon as she walked away. Ол кетіп қалғаннан кейін, ол оған айқайлағанына өкініп қалды. Егер regret сөзін to инфинитивпен қолданылса, бұл адамға жағымсыз жаңалықтарды айтуды білдіреді. Бұл көбінесе ресми тілге жатады. Мысалы, I regret to say that I wasn't impressed by the performance. Сіздің орындағаныңыз менің көңілімнен шықпады деп айтуға мәжбүрмін. Келесі сөз mean. Mean герундимен қолданылса, онда бұл белгілі бір жауап немесе белгілі бір нәрсенің нәтижесі туралы айтуды білдіреді. Мысалы, visiting my sister in London means spending 8 hours on a plane. Лондондағы әпкеме бару ұшақта 8 сағатты өткізуді білдіреді. Ал егер mean to инфинитивпен қолданылса, онда бұл белгілі бір нәрсені жасауға ниеттену немесе жоспарлауды білдіреді. Мысалы, I meant to call you last night, but I totally forgot. Мен кеше түнде саған звондайын деп жатырғанмын, бірақ мүлдем есімнен шығып кетті.